Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Альбина. Менімен бірге каналымды дамытуға көмектесіп үлес қосып жатқандарыңызға рахмет. Бүгін сіздермен бірге осындай дәмді, өте жұмсақ булочки дайындайтын боламыз. Әрине, ең алдымен керек заттарды дайындап аламыз. Ең алдымен біз осындай ыдысқа үлкендеу жылы сүтімізді құямыз. Одан кейін үстіне қантымызды саламыз және үстіне дрожжіміз бен жұмыртқамызды салып, жақсылап осындай венчиктің көмегімен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Осы рецепті ең алғаш көрген кезде міндетті түрде дайындап көрдім. Қорытындысы енді өздеріңіз таң қалатын боласыздар. Сол себепті сіздермен бөліскім келді. Енді осылай жақсылап тұрып араластырғаннан кейін үстінен електен өткізіп ұн қосатын боламыз. Аз-аздан жай-жаймен деп қосып, жақсылап араластырып, кәдімгідей жұмсақ қамыр шығаратын боламыз. Әрі қарай венчиктің шамасы жетпегеннен кейін көмекке қолдарымыз келеді. Осылай барлық ұнды сеуіп алып, қолымыздың көмегімен біркелкі қамыр шығаратын боламыз. Міне қамырымыз дайын. Енді жеке бір ыдысқа бөлме температурасындағы сары май мен тұзды қосамыз. Ең алдымен сары майға тұзды қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Сосын оны қамырдың үстіне жайып, осылай қолымыздың көмегімен қамырымызды жайып аламыз және оның үстіне біркелкі етіп сары майымызды жағып, ие қанғанша бір 5-7 минуттай осылай қолымыздың көмегімен жақсы жұмсақ қамыр шығарамыз. Басында осылай жабыспақ болғанмен, кейін қараңыздар, өте біркелкі әрі әдемі қамыр шығады. Енді осы қамырды үлкендеу ыдысқа салып, көлемі 2-3 есе үлкейгенше етіп жылы жерге қойып қоямыз. Мен үстінен кәдімгідей пакетикті кигіздім да, үстінен, яғни табамыздың қақпағын бастырып қойдым, ауа кірмес үшін. Сол кезде тезірек көтерілетін болады. 1 сағатта менің қамырым осылай көтерілді. Қамырды 1 немесе 2 сағат ұстауға болады. Осылай қолымыздың көмегімен ыдыстан алып, тегіс жерге жаятын боламыз. Қамырды осылай сопақша етіп жайып аламыз да, оны салмағы 70 грамм болатындай етіп, кішкене қамырды бөліп аламыз. Әр қамыр 70 грамм болу керек. Сол кезде барлық тоқашымыз біркелкі, бірдей көлемде пісіп, бірдей көтерілетін болады. Қамырды өлшеп алып, осылай қолымыздың көмегімен дөңгелек етіп тегістеп шығамыз да, бір 10-15 минутқа үстін жауып, осындай тақтайдың үстінен қойып қоямыз демалуға. Әрине, таразы әр үйде табыла бермейді. Сол себепті, егер үйіңізде таразы болмаса, онда осылай өзіңіз қалаған мөлшерде, қалаған көлемде қамырды алып, осылай қолыңыздың көмегімен ішіне қайырып, тегіс қамыр шығарып, дөңгелектеп, демалтып қойып қоясыздар. Қамырымыз демалды. Енді ең бірінші алған қамырдан бастап, тәтті тоқаштардың пішінін жасайтын боламыз. Ол үшін қамырымызды аламыз, қолымыздың көмегімен 1-2 рет созып, сосын оқтауымыздың көмегімен осылай сопақша етіп, жұқа қылдырып, қамырды жайып аласыздар. Егер рецепт бойынша бәрін қосатын болсаңыздар, онда қамырды жаятын кезде 1 грамм ұн қоспайтын боласыздар. Осылай жайып алғаннан кейін
қамырдың шетінен ішіне қарай қолымыздың көмегімен дөңгелетіп осындай тоқаштың пішінін шығаратын боламыз. Қатты күш салудың да керегі жоқ. Тоқаштың пішінін де өз қалауыңыз бойынша жасауға болады. Дайын тоқаштарымызды осындай асты жағылған, асты жабыспайтын табаға салуға болады, немесе астына пергамент қағазын төсеп те жаюға болады. Енді бір жарты сағат көтерілгеннен кейін осылай үстіне електің көмегімен ұн себеміз, және осындай лезвияның көмегімен немесе өткір пышақтың көмегімен үстінен өрнек салатын боламыз. Менде осындай X тәріздес өрнек болады. Сонда піскен кезде ортасы ашылып, әдемі болып тұрады. Барлығына өрнек салып болғаннан кейін тағы да жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз көтерілу үшін. Одан кейін қызып тұрған пешімізде осылай қызарғанша әдемі болып пісіріп аламыз. Тоқашымыз дайын болды. Қарасаңыздар, түрінен ақ көрініп тұр, өте аппетитті көрінеді, өте дәмді көрінеді, және жаңағы өрнектердің әсерінен әдемі көрініп тұр тоқаштарымыз. Жасалуы өте оңай, және құрамы да әрбір асханадан табылатын тағамдар. Сол себепті таңғы шайға болсын, түскі асқа болсын, немесе кешкі шайға болсын, 1-2 сағат уақытыңызды алатын осындай өте дәмді тоқаш пісіруге болады. Қарасаңыздар, өте көз тоймайды, және жеп көргенде аузыңызда еритін болады. Егер осы видео сізге өте пайдалы болса, немесе осы рецепті қайталап өтсеңіз, міндетті түрде осы видеоның астынан өзіңіздің комментарийіңізді қалдыруға болады. Және менімен болғандарыңызға өте рахмет, үлкен рахметімді айтам. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, және каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.